Абсолютно. Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге әдеттегідей бөлет ағайларыңыз. Біз Жапонияның жартысын ары қарай жалғастыратын боламыз. Біз айтқан болатынбыз, иә, 1927 жылы жапониялық билікке Танака үкіметі келген болатын, иә. Бірақ 1937 жылы жапониялық билікке жаңа үкімет келді. Бұл үкіметтің атауы Конойо үкіметі деп аталды. Енді мемлекеттік билікке Конойо басшылығындағы үкімет құрылды. Конойо үкіметі мемлекеттік билікке кіргеннен кейін олар тоталитарлық мемлекет құрғысы келген болатын. Тоталитарлық мемлекет дегеніміз қоғамда толықтай бақылауына алынатын үкімет. Мысалы, сіздер қазір Солтүстік Корея деген мемлекетті естисіздер, иә? Солтүстік Кореяда адамдар, иә, жаңағы өте үлкен қатаң бақылауда өмір сүреді екен. Солтүстік Кореяда адамдардың барлығы дерлік жаңағы өздерінің ойларын мемлекетке айта алмайды екен. Солтүстік Кореяда мемлекетте бір ғана адам басқарады екен, иә? Солтүстік Кореяда биліктің барлығы бір ғана адамның қолында екен. Солтүстік Кореяда бізде адамдардың ешқандай еркіндігі жоқ екен. Солтүстік Кореяда адамдардың барлығы дерлік әскерге баруға міндеттеледі екен деген секілді бізде қоғамда толықтай бақылау орнатылған. Қоғамда дәл осы бір кезінде сен мемлекетке өзіңнің ойыңды айтатын болсаң, өлтіріп тастайтын сен ойыңды айтқан үшін, иә, сондай бір үкімет құрған болды. Кім? Конойо. Енді қараңыздар, Конойо осы бір кезінде осындай бір тоталитарлық мемлекет құруға оған көмектескен белгілі бір оқиғалар болды. Мысал алатын болсақ, бізде Сейкю деген партия болды. Сейкю деген партия. Осы Сейкю деген партия Жапонияның жерінде мынау Конойоның үкіметі кезінде оның тоталитарлық мемлекетті құруына мүмкіншілік жасаған болды. Тоталитарлық мемлекет ол түсінікті, қоғамда толықтай бақылауға алатын мемлекет, ол бізде тоталитарлық мемлекет. Осы Сейкю деген партия Конойоға көмектескен болды. Және де Конойоны қолдағандардың барлығы әскери адамдар болды. Ең алдымен әрине бақылау тобы деген өзінде мықты әскери тобы болған болды. Конойоны өте қатты қолдаған. Және Конойо басшылығында мемлекеттің жерінде милитаризмді, бүкіл адам әскерге барсын, бүкіл адам әскердің алдында қызмет етуге тиісті деген идеяны таратқан мемлекеттің жерінде бір лига құрылған болды. Бұл ұлттық рухты жекелендіру лигасы. Бұл лига бүкіл мемлекеттің жерінде милитаризмді насихаттаған болды. Бүкіл адам әскерге баруға тиісті, әскерге бүкіл адам барсын деген идеяны насихаттаған болды. Енді осы Конойоның кезінде мемлекеттің жерінде авторитарлық белгілер, ұлтшыл оппозицияны қатаң қудалау, иә, осы бір кезінде мемлекеттің жерінде бір ғана партия, Сейкю партиясының үстемдігі, Конойоның басшылығындағы үкіметтің ғана рөлі жоғары болған болды. Енді мемлекеттің жерінде Конойоның тұсында жаңа саяси құрылым, жаңа экономикалық құрылым деген екі түсінік болды. Жаңа саяси құрылым дегеніміз мемлекеттің жеріндегі бүкіл партияның бардың қызметіне тоқтау сол. Мемлекетте бір ғана партияның болуы. Әрине ол Конойоны қолдайтын бағанағы Сейкю партиясының болуы. Иә? Мемлекеттің жерінде тоталитарлық тәртіп. Бүкіл жерде бір ғана бір себепті мемлекеттік билікке Конойоны қолдайтын адамдар ғана келу қажет деген болды. Солай биліктің барлығы дерлік әскерилердің қолына тиесілі болған болды. Дәл осы Конойоның тұсында. Және мемлекеттің жерінде бізде таққа көмектесу ассоциациясы құрылған болды. Бұл шовинистік бірлестік болды. Шовинистік бірлестік дегеніміз мемлекеттің жерінде олар мына бір идеяны таратқан болды. Жапон халқы басқа бір халыққа қарағанда ерекше. Жапондықтар олар әлемді басқару қажет деген идеяны дәл осы ассоциация таратқан болды. Және де олар мына бір идеяны таратқан болатын. Олар айтқан болатын, император айналасындағы ұлт тұтастығы деген идеяны насихаттаған болды. Император айналасындағы ұлт тұтастығы. Ол дегеніміз не? Осы бір кезінде айтады, император аман болса болды дейді. Император үшін жан беріңдер, Құдайдың ұрпағы үшін жан беретін болсыңдар, сендер арғы дүниеде жұмаққа барасыңдар деген идеяны дәл өзі таққа көмектесу ассоциациясы одан ары қарай осы идеяны жалғастырған болады. Және де олардың насихат құралдары мынандай болған болады. Біз ата баба рухына сыйыну, императорға адалдық, иә, император үшін жан беруіміз қажет, Құдайдың ұрпағы үшін жан беруіміз қажет. Самурайлық құрмет, бүкіл адам әскерге бара алады, бүкіл адам Құдайдың ұрпағы үшін жан бере алады деген идея таратқан болады. Және жауынгерлік қасиеттер маңызды насихат құралы болған болды. Бұның барлығы дерлік жаңа саяси құрылым. Мемлекеттік билікке әскерилердің келіп, бүкіл қарапайым халықты әскерге шақыру идеясы жаңа саяси құрылым деп аталды. Жаңа экономикалық құрылым дегеніміз мемлекеттің жерінде экономикаға әскерилердің бақылау орнатуы. Осы бір кезінде мемлекеттік билікті қолдайтын мынау Зайбатсу деген партиялар бар, Зайбатсулар бар ғой, солардың бүкіл Жапонияның жерінде экономикалық бақылау орнатуы жаңа экономикалық құрылым деп аталды. Бұл осы бір кезінде экономиканы толық бақылау орнату. Экономика дегеніміз мемлекеттің жеріндегі бағаны, тұрақты бағаны ұстап тұру, мемлекеттік қарапайым халыққа жаңағы белгілі бір ғана өнімдерді сату деген секілді. Мысалы, осы мемлекеттің жерінде, осы бір кезінде мынау
қоғамдық өмірді ұстап отыратын дүние бұл жаңа экономикалық құрылым деп аталады да. Жаңа экономикалық қоғам, жаңа экономикалық құрылымды басқарғандар, олар корпорация басшылары болды, олар ассоциация басшыларына әрқашан басшылық жасап отырды. Ал ассоциация басшылары болатын болса, мемлекеттің жерінде тұрақты бағаны, дәл осы бір кезінде мемлекеттің жеріндегі қарапайым халықты бір деңгейде ұстап отырған болады. Мысалы, олар қандай дүниелер жасады? Олар жұмыс күшін реттеу, ресурстарды бөлу, баға мен жалақыны бақылау, мемлекеттік тапсырмаларды орындалуды қадағалау еткен болады. Бір себебі экономикаға не істейді? Экономикаға қадағалау жасайды. Экономикада бір тектік бағаны жасайды. Мысалы, бұлар коммунистік идея емес қой, бірақ коммунистік қоғам секілді бұлар да бір жаңағы мемлекет бүкіл экономикаға толықтай бақылауды орнату, бұл жаңа экономикалық құрылым деп аталынған болады. Кейін бізде 1937 жылы Жапон-Қытай соғысы басталған болады. Осы Жапон-Қытай соғысы басталған уақытта партиялық күрес пен парламенттік қызмет іс жүзінде толық тоқтатылған болады. Биліктің барлық дерлік толықтай дерлік әскерилер өздерінің рөлдерін атқара бастаған болады. Және де бізде мемлекеттің жерінде мынандай бір оқиғалар жүзеге аса бастады. Қараңыздар. Әскери басқыншылық пен арандатушылық, соның ішінде КСР-ға қарсы күресті кеңінен жүргізу жолындағы қатал да шешуші бағытқа қарай бет алған болады. Армия мен генералитеттің генералдар деген сөз ғой. Жапонияда алдыңғы қатарға шығып қана қоймай, қараңыздар, армия мен генералитет Жапонияда алдыңғы қатарға шығып қана қоймай, елдің күш қуатын, гүлденуі мен жанкештілігін қасиетін сипаттайтын күшке айналған болады. Сонда мемлекеттің жерінде бүкілін жасайтын армия, әскерилер және генералдар дейді. Енді бізде дәл осы бір кезінде Конояның үкіметі Шығыс Азиядағы жаңа тәртіп деген концепцияны ұсынған болады. Бұл белгілі бір құжат Конояның үкіметі ұсынған. Бұл құжат бойынша былай деп айтқан болады. Жапония өзінің жаңа шығыс мәдениетін құру мақсатын көздеген болады. Бұл батыс отаршылдығынан туысқан халықтарды азат ету еді. Мысалы, туысқан халықтар деп кімдер айтады? Олар туысқан халықтар деп Қытайды, Моңғолияны, мынау оңтүстік шығыс Азиядағы үнді Қытай түбегіндегі орналасқан бүкіл мемлекетті айтқан болды. Бұлардың барлығын дерлік біз европалықтардың үстемдігінен сақтауымыз қажет. Бұлардың барлығы дерлік европалықтардың отары. Енді біз осы аймақты өзіміздің қамқорымызға алуымыз керек. Мына жақтың барлығын жаулап алып, оларға біз басшылық етуіміз қажет. Біз осы туысқан Азия халықтарын европалықтардың азат етуіміз қажет деген болды. Солай 1938 жылдан бастап Шығыс Азиядағы жаңа тәртіпті орнатуға батыл қадам жасала бастаған болды. Және де осы бір кезеңде 1938 жылы мемлекеттің жерінде мынандай бір заң шыққан болады. Ұлтты жаппай мобилизациялау туралы заң. Ұлтты жаппай мобилизациялау туралы заң дегеніміз бүкіл мемлекеттің жеріндегі бүкіл қарапайым халықты әскерге шақырған болады. Әскерге шақыру, тез арада әскер жинап алу саясаты бұл мобилизациялау деген мағынаны білдіретін болады. Иә, мысалы мобилизация дейтін болса, сіздер сразу ойлаңыздар, тез арада әскер жинап алу деген. Осы бір кезінде 1938 жылы олар ұлтты жаппай мобилизациялау туралы заң шығарған болады. Және де Жапонияның бірлесіп гүлденуінің ұлы шығыс Азиялық аймағын құру мақсаты жария етілген болады. Бірақ Жапонияның дәл осы бір кезінде Азия халықтарын басып аламыз, Жапония солардың басында тұрады, Жапония бүкіл Азия халықтарының басшысы деген идеяны ол емін-еркін айта алды да, бірақ оған батыс елдері көз жұмып қараған болды. Батыс елдері оған ресми түрде ешқандай шара қолданбаған болды. Енді бізде Жапонияда тағы бір Коноя кабинетіндегі бір топ ғалымдар тағы бір идеяны ұсынған болды. Бұл идеяның атауы Шығыс Азиялық қауымдастық идеясы еді. Шығыс Азиялық қауымдастық идеясы дегеніміз осы бір кезіндегі Азия халықтарының мәдени туыстық бірлігі ретінде Жапонияның бастамасымен Жапонияның астына бірігуі. Бұл Шығыс Азиялық қауымдастық деп аталынды. Бұл Азия халықтарының бірігуі, короче. Бүкіл Азия халықтары бірігеді, ол бойынша оның басына кім тұрады дейді? Әрине біз білетін Жапония халқы. Жапон халқы бүкіл Азия халықтарын біріктіреді, және соның басында тұрады деген идеяны қолданған болады. Пан-азиатизм, Азия халықтарын біріктіру идеясы. Сол секілді біз білетін жапондықтар қытайлықтармен соғысқан кезеңде Ұлыбритания, Ақ секілді мемлекеттер осы екі мемлекеттің ісіне араласпау саясатын жүргізген болады. Не үшін? Себебі бұл әрекеттердің барлығы дерлік түбінде Жапонияны КСР-мен соғысқа апарады деп ойлаған болды. Ақш пен Ұлыбритания. Сондықтан олар дәл осы Жапон-Қытай соғысына мүлдем араласпаған болады. Енді сол секілді 1938 жылы жапондықтар қандай әскери қимылдар жасады? Түсіндіре кетейік, иә? Енді бізде 1938 жылы Владивосток маңында, Қасан көлі ауданында осы аймақтарға жапон әскерлері басып кірген болды. Бірақ Қасан көліндегі шайқастар жапон әскерлері үшін сәтсіздікпен аяқталды. Себебі олар КСР-ның әскерінен дәл осы Қасан көлінде маңында талқандалып жеңіліп қалған болды. Кейін 1939 жылы олар Мхиет,
өздеріңіз білетіндей Моңғол Халық Республикасы КСРО-ға қараған болатын да. Осы 1939 жылы Мықиердің жеріне олар басып берген болатын, Моңғол Халық Республикасының жеріне. Ал бұл елмен КСРО екеуі 1936 жылдан бастап өзара көмек көрсету туралы келісім болған болды. Типа екеуі КСРО екеуі дос етін да. И осы Мықиердің жеріне дәл осы бір біз білетін Моңғол Халық Республикасының жеріне жапондықтар басып берген уақытта Халкин-көл деген жерде шайқас болған болатын. Бірақ Халкин-көл маңындағы шайқаста жапондықтар тағы да жеңіске ұшыраған болатын. Нәтижесінде КСРО-ға қарсы Жапонияның соғысқа әзір еместігі көрсетіліп қалған болатын. Жапония КСРО-ға мүлдем жаңағы соғысуға дайыр еместігін осы бір кезінде көрініп қалған болатын. И ол туралы бізде жаңа ОБТ-да сұрақ келген болатын. Қараңыздар, Халкин-көл және Хасан-көл туралы қай жылдар болған туралы ОБТ-да сұрақ келген болатын. Бізде ең алғаш болған шайқас ол Хасан-көл еді, 1938 жылы Владивостокта болған шайқас еді. Ал Моңғол Халық Республикасының жерінде болған шайқас бұл дәл осы бір уақытта Халкин-көл шайқас еді. Осы екеуі бізде ОБТ-да сәйкестендіруде келген болады. Енді одан ары қарай Моңғолияның дәл осы КСРО-мен болған шайқасынан кейін олардың ендігі идеясы олар бүкіл оңтүстік шығыс Азия жерлерін жаулап алуымыз қажет еді. Бұны флот басшылығына ұсынған болады. Себебі бұларды не арқылы жаулайды? Әрине әскери флоттар арқылы жаулау қажет еді. Осы бір идеяны естіген, Жапонияның оңтүстік шығыс Азияға батып кіреді деген сөзді естіген біз білетін Америка құрама штаттары болды. Америка құрама штаттары Жапониядан төнетін қауіпті сезініп, осы Үнді Қытай түбегінен жапондықтарға эмбарго тасымалдауға, мұнай тасымалдауға эмбарго қойған болатын. Эмбарго дегеніміз тыйым салып тастайды, экономикалық тыйым салып тастайды. Үнді Қытай түбегінен жапондықтарға ешқандай мұнай сатылмасын деген тыйымды Америка құрама штаттары 1940 жылы не істеп тастаған болатын, жаңағы осы бір кезінде эмбарго қойып тастаған болатын. Ешқандай Үнді Қытай түбегінен Жапонияға ешқандай не сатылмасын деді, мұнай сатылмасын деген болатын. Осы эмбарго тыйым салып тастаған болатын. Кейін бізде Германия мемлекеті бар. Германия Франция мен Голландияны 1940 жылы басып алғаннан кейін Коной үкіметі Францияның сол Голландияның нелері бар ғой, отарлары бар ғой, оңтүстік шығыс Азиядағы, соларды жаулап алуға тырысқан болатын. Және олар Индонезия, Үнді Қытай түбегін басып алуға кіріспек болды. 1940 жылы күзде Жапон үкіметі француз үкіметіне талап қоя бастаған болатын. Үнді Қытайдағы жапон әскерлерінің енуіне рұқсат етуді көздеген болатын. Және Жапонияның дәл осы Үнді Қытай түбегінде әскери база соғуына мүмкіншілік берген болатын. 1941 жылы жапондықтар желтоқсан айында Тынық мұхиты мен оңтүстік шығыс Азияда өздерінің шабуылдарын бастаған болатын. Дәл осы Европадағы Ұлыбританияның, Францияның отарларын. Және де осы бір кезінде Қытай беріктерінде жапондық барлық жүк таситын кемелердің 5-тен 1 бөлігі жөндеуден өткен болады. Беріктер деген Қытай айлақтары ғой. Сол кезінде Қытайдың айлақтарында жапондық барлық жүк таситын кемелердің 5-тен 1-і жөндеуден өткен болады. Кейін бізде Жапония, Германия, Италия мемлекеттердің арасында 1940 жылы 27 қыркүйекте үштік пакт деген аталынатын белгілі бір әскери одаққа қол қойылған болады. Одақтың мақсаты КСРО, ақш, Ұлыбританияға қарсы тұру еді. Бұл осы үш мемлекет екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында ақш, Ұлыбритания, КСРО секілді мемлекеттерге қарсы тұрған болатын. Бұл Жапония бір жағынан осы үш мемлекетпен бір келісім жасады, кейін КСРО-мен бөлек тағы бір келісімге қол қойған болатын. Бұл келісім 1941 жыл болды. Бұл екеуінің арасындағы бейтараптық туралы келісім шарт еді. Жапондықтар мен КСРО мемлекеті бір-біріне мүлдем соғыс жарияламасын деген бейтараптық келісім еді. Жапония бір жағынан мынау Германиямен одақтас болып жатыр, және Германияның жауы КСРО-мен де осындай келісім шартқа қол қойған болады. Енді бізде екінші дүниежүзілік соғыстың басталысымен мынау оңтүстік шығыс Азияның бірнеше бөлігін біз білетін жапондықтар жаулап алған болады. Жапондықтар осы қысқа уақыттың мерзімінде оңтүстік шығыс Азия елін бағындырған болатын, және де Үндістанның шекарасына дейін жеткен болатын. Мына жерде Үндістан. Осы Үндістанның шекарасына дейін жапондықтар келіп жетіп қалған болатын. Енді бізде сол бір кезінде тағы бір оқиғалар болды. Мысалы, КСРО мемлекеті Германиямен соғысқан уақытта жапондық әскерлердің барлығы дерлік Манчжурияның аймағына КСРО-ның шығыс территориясына жиналып қалған болатын. Себебі КСРО-да батыс майданда ұтылып қалатын болса, шығыстан КСРО-ға басып кіреміз деп айтқан болатын. Дәл осы Жапон үкіметі. Сонда жапондықтар КСРО-мен бір бітімге бір қол қояды, бейтараптық саясатқа. Бірақ ол бейтараптық саясатты мойындамай, бейтараптық саясат бұзып тастаймыз деп ойлаған болатын. Егер КСРО мынау батыс майданда Германиядан ұтылып қалатын болса деп ойлаған болатын. Сондықтан Квантун әскерін мынау КСРО-ның шығыс бөлігіне қоя бастаған болатын. Енді кейін мемлекеттік үкіметке Конойодан кейін Тодзе деген соғыс құмар генерал келді.
тодзенің тұсында мынау Америка құрама штаттарына тиесілі Гавай аралындағы Перл Харбор деген әскери базаға шабуыл жасаған болатын. Нәтижесінде Америка құрама штаттары, мынау United States деп тұр ғой, осы бір кезінде бізде мынау Америка құрама штаттарының Гавай деген аралына Жапония шабуыл жасағаны үшін бізде Америка құрама штаттары екінші дүниежүзілік соғысқа кіріп кеткен болатын. Біз білетін Жапония осы Гавайға Перл Харбор деген мынау Америка құрама штаттарының әскери базасына шабуыл жасаған болатын. Сонымен бұл дүниені жасаған ол Тодзе деген генерал еді, соғысқұмар генерал еді. Және де олар осы бір кезінде Жаңа Гвинеяның бір бөлігін, Филиппинді, Тынық мұхитындағы көп аймақты жаулап алған болатын. Қытай мен Кореяны қоспаған уақытта олардың территориясы 3,8 миллион шаршы шақырымға дейін ұлғайып кеткен болады. Мынаның барлығы оңтүстік шығыс Азиядағы көп елдің барлығын Жапония тез жаулап алған болады. Бірақ олар біз білетін америкалық теңіз күштерімен салыстырғанда соғыста Жапон флоты авиациясы талқандалған болады. Себебі Америка осы бір кезінде әскери жағынан, теңіз жағынан жапондықтарға қарағанда алда болған болатын. Нәтижесінде осы соғыста біз білетін Америка құрама штаттары жапондықтардың сразу, енді бастапқы жылдарында жапондықтар әрине оңтүстік шығыс Азияда өте үлкен үстемдікке ие болды. Бірақ Америка құрама штаттары кейіннен оларды талқандап тастаған болатын. Мысалы 1944 жылы жапондықтар Филиппиннен айырылғаннан соң ақш авиациясы Жапонияға өте үлкен авиация арқылы, бір студенттер мынау әуе ұшақтары арқылы жапониялық аралдарды бомбалай бастаған болды. Мысалы Тайваньды, Окинаваны Жапонияны шабуылдаған болды. Нәтижесінде Токио қаласының 3/2 бөлігі жойылып кеткен болды. Мысалы Жапонияның жерінде 206 ірі қала бар ма? Соның 97-сін Америка құрама штаттары төбеден самолетпен жаңағы бомба тастап 97 қаланы қирауға ұшыратқан болатын. Кейін бізде мемлекеттің жеріне Жапонияның қанша ол жаңа 97 қаласы қирап қалса да, осы бір кезде Жапония өзінің күшін сақтап қалған болатын. Оның өзінің күшін сақтап қалғанын 1945 жылы Окинава үшін болған шайқаста Америка құрама штаттары мен Ұлыбритания оған көз жеткізген болатын. Не үшін? Себебі Окинавада ақш пен Ұлыбритания өте үлкен күштерін салды, бірақ Окинавадағы соғыста біз білетін ақш пен Ұлыбританияның әскері өте үлкен аса ауыр шығынға ұшыраған болатын. Осы Окинава туралы ұбт-да сұрақ келеді. Окинава шайқасы Америка құрама штаттары мен Ұлыбритания үшін қандай болды деген. Сіздер айтасыздар, одақтастардың әскері аса ауыр шығынға ұшырады дейсіздер Жапониямен соғыс кезінде. Енді бізде сол секілді Америка құрама штаттары Жапонияның екі жерінен, Хиросима және Нагасаки деген екі аймағына атом бомбасын не істеген болатын? Атом бомбасын атқан болатын. Нәтижесінде әлемде тұңғыш рет атом бомбасы дәл осы 1945 жылы Жапонияның жеріне атылған болатын. Жапонияның осы екі ауданында ең алғаш атом бомбасы түскен еді. Атом бомбасы деген ол қазіргі біз жаңағы ойлайтын әшейін қару емес. Мысалы, егер атом бомбасы атылатын болса, ол ше, мысалы, бір ғана атом бомбасы атылатын болса, ол мысалы Қазақстанның жартысын жоқ қылып жіберуі мүмкін да. Сондай бір өте үлкен күшке ие атом бомбасы дегеніміз. Ол енді ең алғашқы атом бомбалар ғой, бұл 1945 жылы. Сол Хиросима, Нагасаки деген Жапонияның ең алғашқы қалаларына түскен болатын. Жапония бірақ сонда да соғыстан бас тартпаған болатын. Қанша адамдар сол Хиросима мен Нагасакиде атом бомбасының кесірінен жарылып кетсе де. Кейін Кеңес одағы бар. 1945 жылы наурызда Жапониямен арадағы бағанағы 41 жылы қойылған бейтараптық келісімшартқа бұзады. Кейін 9 тамызда осы КСР мемлекеті Жапонияға соғыс жариялайды. 14 тамыз күні император өзінің сөзсіз тізе бүккені туралы қол қояды. И 1945 жылы 2 қыркүйекте америкалық Миссури кемесінде осы Жапонияның капитуляциясына қол қойылған болды. Капитуляция деген сөз ол Жапониямен ұтылдым, соғыстан шықтым деген идея. Сондай сөз ғой. Осы Миссури деген кемеде капитуляцияға Жапонияның жеңілгеніне, Жапониямен соғыстан жеңілдім 1945 жылы 2 қыркүйекте қол қойған болатын. Сонымен 2-ші дүниежүзілік соғыс аяқталған болатын. И біздің дәл осы Жапония тақырыбымыз да осылай аяқталған болатын. Түсіндіре алдық деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болатын болса, астына қоя кетіңіздер.